президенттің тапсырмасымен келіп отырмын. Өйткені Нұрлан Қабылбеков дейтін ақын бүкіл мынау түркі әдебиетінің дамуына үлес қосып отырған ақын біздің қазақтың кәдімгі ұлы ақындары Мағжан мен Мұқағалиды осы қырғыз еліне танытқан. Үлкен шығармаларын аударып, жалпы былай айтқанда қазақтың дәрежесін көтерген ақындардың бірі. Сондықтан Нұрлан байке мынау қазақ айтады, ердің жасы 2-50 дейді. Бір 50 кетті, енді тағы бір 50 қалды. Келесі 50-де тағы келеміз, Құдай қаласа. Сондықтан бүгінгі әдебиеттің тойы құтты болсын. Ағайын, мен енді президенттің арнайы алғысымен және төс белгісін тапсырғым келеді. Нұрлан байке, өзіңізді. Нұрланбек Оспанәлиевич Қалбековке, сіз поэзия, аударма, көркем сөз салаларында өнімді еңбек етіп жүрген қарымды қаламгерсіз. Оқырман қауымының жоғары бағасын алған шоқтығы биік шығармаларыңыз қырғыз әдебиетінің алтын қорына қосылған құнды қазына. Ұлттық жазушылар одағының төрағасы ретінде өз елімізде қазақ ақын жазушыларының шығармаларын кеңінен насихаттауға да барынша көңіл бөліп келесіз. Сізді 50 жасқа толған мерейтойыңызбен құттықтай отырып, бауырлас екі халық арасындағы әдеби қатынастарды нығайтуға қосқан елеулі үлесіңіз үшін алғысымды білдіремін. Зор денсаулық, толағай табыс, отбасыңызға амандық тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Алатаудың ең қасиетті аңы іргісі барыс. Осы біздің жалпы Ақорданың да символы ретінде осы барыс төс белгісінде тапсыруға рұқсат етіңіз. Және де мынау біздің президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әкесі Кемел Тоқаев білесіздер, қазақ әдебиетінің детектив жанрының негізін қалаған шон жазушы. Оның балалық шағы осы Бішкекте өткен. Сондықтан да мінекей осы биыл Кемел Тоқаевтың 100 жылдығы аталып өтті Қазақстанда. Осы қырғыз елінде де аталды. Мінекей сол 100 жылдыққа арнап шығарылған бүкіл шығармалары 5 томдығын осында тапсыруға рұқсат етіңіздер. Рахмет, аман болыңыздар.